Жетекшілік. Бұдан кейін жаратқан иенің «Мен кімді жіберейін?» деген даусын естідім. «Мен барамын, ием, мені жібере көр» деп жауап бердім. Ишая пайғамбар жазбасы 6 тарау 8 аят. Қазіргі заманда жақсы жетекшілер өте қажет, және олардың төлеулері керек, құны өте жоғары. Сондай-ақ олар әсіресе осы заманның әртүрлі азғырулары мен сынақтарға тап болады. Егер Құдай сізді өмірінің кез келген саласында жетекші болуға шақырса, онда бойыңызда мынандай 3 қасиет болуы керек. Біріншісі, жанашырлық. Энтони де Мело суықтан дірілдеп тұрған бір аш баланы көргенде ашулана аспанға қарап, «Құдайым-ау, бірдеңе жасасаңшы», деп сұрапты. «Жасадым ғой» деп жауап берді Құдай. «Мен сені осы үшін жаратқан жоқпын ба?» Жетекші болудың негізі басқаларды пайдаланып, өзіңіздің патшалығыңызды құру емес, басқаларға сүйіспеншілік көрсетіп, қызмет етіп, Құдайдың патшалығын құру. Екіншісі, шығармашылық. Гомер былай деп жазған: «Басқа қиыншылық түскен кездерде адамның әртүрлі дарындары ашылып шыға келеді. Ал жағдай тыныш әрі жақсы болғанда, сол адам осындай дарындарының өзінің бойында бар екенін мүлдем білмеуі де мүмкін». Бір шаруа туралы мына әңгімені тыңдаңыз. Сол шаруа тауық ұстайтын. Көктем келген сайын оның жері су алып кетіп, тауықтарының барлығы қырылып қалатын. Әбден түңілген сол шаруа әйеліне: «Құритын болдық-ау, басқа жер сатып алуға ақшам жетпейді. Енді жерді де сатып алмаймын. Енді не істеймін?» деп шырылдай бастапты. Әйелі оған ақырын ғана: «Үйрек сатып ал» депті. Нағыз жетекші әр мәселені шығармашылықпен шешеді. Үшіншісі, жауапкершілік. Нағыз жетекшілер істі орта жолда қалдырмайды. Тіпті тастағысы келсе де тастай алмас. Бір жас жігіт өзінің бағушысына басқалардың мүддесін ойлап, адамдарға үлгі болып, барлық қысымшылықтарға төзіп өмір сүру өте қиын шығар. Адамдар сізге шабуыл жасамақ ниетпен, сіздің пендешілігіңіз бен әлсіздігіңіз қайдан көрінер екен деп өзіңізді аңдып жүрсе керек. Осыған қалай шамаңыз келіп жүр депті. Сасқалақтап қалған бағушы: «Мен көбінесе үйден шықпай отырамын» деп жауап беріпті. Сондықтан Құдайға: «Ием, мені жібере көр» деместен бұрын өзіңізден: «Менің бойымда қажеттінің барлығы бар ма?» деп сұраңыз.